Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Қазіргі таңда 3D модельдеу деген ең өзекті де қолданысы жоғары болып тұр. Сондықтан сіздерге бір сайтты таныстырғалы отырмын. Ол үшін ең алдымен браузерге жазасыздар. mozaweb.com деп жазасыздар. Жазып болғаннан кейін сіздерге осындай бет ашылады. Google аккаунттарыңызбен тіркеліп аласыздар. Егер де сіздерге ағылшын тілі қолайсыз болып жатса, қазақ тіліне немесе орыс тіліне аударып алуға болады. Мен енді тіркеліп алғаннан кейін осылай менде бет ашылып тұр, қарап отырсаңыздар. mozaweb.com деп жазасыздар. Бұл сайтта не бар? Бірінші, оқыту құралдары бар. Егер де тілді қазақ тілге ауыстырсаңыздар, бүкіл бет қазақшаға ауысады. Яғни бұл сайт сіздерге не береді? Біріншіден, кітапханаларыңыз болады, дәптерлеріңіз, үй тапсырмасын құруға болады. Және үлгілері 3D модельдеу бойынша. 3D-ның ішінде қай пәндер кіреді? Бұнда биология, география, физика, химия, биология және математика, тарих, технология, өнерде кіреді екен. Қандай сабақтардан қарауға болады? Тура жаңағы атап өткен барлық пәндер қарастырылған. Және бұлардың ішінде құралды да қарастырып өтуге болады. Яғни сіз сабақта қолданатын интербелсенді әдістердің интерактивті түрін көрсете алады. Бұл жерде де барлық пәндер қарастырылған, мен көріп отырғандарыңыздай. Координаттық жүйені қалай көрсетесіз балаға, таразыны бойынша, көбейту кестесінің жақсы әдістері көрсетілгенінде қарасаңыздар. Мәтіндік тапсырмалар, өз тапсырмаларыңызды орнына қоюға болады. Бұл видео бойынша, тура жаңағы сабақтар бойынша барлық мүмкіндіктер бар. Қалай түзіп отыру керек, солақай қолдың қандай тиімділігі бар деген сияқты міне қарасаңыздар, кәдімгі шырмауықтың пайдасы жағы қарастырылған, тарих бойынша көптеген мәліметтерді көруге болады. Енді бір пәнді көрейік. Мысалы, физика пәнін қарайтын болсақ, нені көре аласыздар? Бұл жерде тіркеліп алғаннан кейін, мынандай тудың белгісі тұрса, ол жаңадан қосылған 3D модель деген сөз. Мынандай сыйлықтың белгісі болса, онда оны тегін қолдана аласыз деген сөз. Ал негізі Google аккаунтпен тіркелгеннен кейін 5 3D-ні қолдана алатын мүмкіндігіңіз бар. Физика пәні бойынша қарасаңыздар, өте тамаша 3D модельдеу көрсетіп тұр. Кеплер заңдары, Резерфорд тәжірибесін біз теория жүзінде айтып тұрмай-ақ, мынаны тақтаға қосып нақты көрсетіп берсеңіздер, зат өлшемінің ауытқу кездегі осы нақты көре алады. Және генераторлардың, Ньютон заңдарының тексеретін заңдарына 3D модельдеу өте тамаша берілген. Келесіде батырманы бастау арқылы барлық мазмұнды қарай аласыздар. Енді келесі қарайық, өте қызықты пән ол бізде биология. Биологиядан да міне адамдардың қаңқасы, әртүрлі жануарлар, динозаврларды көруге болады. Жүрек соғысы, кәдімгі жаңағы қан айналым жүйесін көруге де болады. Құлақтың есту қабілеті, есту жүйесі қалай жұмыс жасайды. Интернет
скорості тым баяу болып тұр, сондықтан ашылмай тұр. Ал егер де сіздер интернет жақсы болса, жақсы ашылатын болады. Оқушыларға көрсету үшін ең алдымен сілтеме жібересіздер. Оқушылардың тіркелуі керек жоқ. Өзіңізге керекті 3D-ні өзіңізге жүктеп аласыз да, соны оқушыларға бересіздер. Міне адамның бас сүйегі арқылы жаңағы есту, құлақта дыбысты қалай естиміз, соны көруге болады ары бері жылжытып. Бір аппаратты жүкте десе, соны жүктеп аласыздар, ол менде жүктеліп тұр. Құралдар, сабақтар 3D. Мен өзім жаңағы іштен шығатын қозғалтқыш реактивті сәулелерді ыдырауын өзім қолданып көрдім сабақта. Өте тамаша, балалардың қызығушылығы жоғары болады. Кетесің математика сабағында міне әртүрлі пішіндер, тарихи мәліметтер,